отырамыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын балалар сіздердің алдарыңызда толықтық жұмысымызды, жұптық жұмыстарымыздың және жеке жұмыстардың тапсырмаларын алдарыңызға қойып қойдым. Және өздеріңіздің сабақ соңында бағалау қарастарыңызды да қойып қойдым. Алдарыңызда мынандай білім класс бойынша өздеріңізді сабаққа қатысқан бағаларыңызды өздеріңіз бағалап қоясыздар. Енді сабағымызды бастайық. Үй тапсырманы дайын бола дейік. Сұраққа мән беріп отырыңыздар да, айтып отырыңыздар, қайсы келесіздерге көрсетіп, сол бойынша сұраққа жауап бересіздер. Құрметті оқушылар, мен сіздерге үй тапсырмасын пысықтау мақсатында ұлттық құндылық ою әдісі бойынша ою астына жазылған тапсырма дайындадым. Өздеріне ұнаған оюды таңдап, тапсырмаға дұрыс жауап беріңіздер. Қайсыңыз жауап бересіздер? Қай ойды таңдайсыздар? Кім таңдайды? Бұдан өшірейік. Кәне, сіздердің Алихан, бір ойды таңдаңызшы. Келіп таңдасаңыз, таңдаңыз. Қазақстанның ішкі көші-қонның негізгі бағыты. Ауылдан қалаға көшу. Дұрыс, ауылдан қалаға, қаладан ауылға көшу дұрыс. Тез, келеміз бала жерден. Үй тапсырмасы бұл. Дүниежүзіндегі еңбек көші-қонының негізгі бағыты. Себебі кейбір әлемдерде жұмыс жалақы көбірек болғандықтан, дүниежүзі бойынша адамдар жалақы қай жаққа көбірек, сонда көші-қон жүреді. Жақсы. Келесі тағы да. Жылдам тұрдыңыз кәне. Тез бақ. Бала тез. Уақытыңыз алып. Құрбандалу дегеніміз не? Құрбандалу дегеніміз не еді? Құрбандалу деген? Иә? Айтып жегеш кәне. Құрбандалу деген ол қаладан ауылға немесе ауылдан қалаға көшу. Жоқ, қандай. Құрбандалу дегеніміз Ауылдан қалаға. Жоқ. Қаланың дамуы. Қаланың жасады. Қала халқының өсуі. Құрбандалу десе жақсы отырамыз. Жақсы. Тағы бір келеміз. Тез ал сен. Жылдам жатайық балалар. Уақытыңыз алып. Қазақстандағы демократиялық жағдайларын жақсартудың бір жолы. Демократиялық жағдайды жақсартудың бір жолы. Өз қайтесін тауып кел. Көбінесе жағдайларда адамдар ауылдан қалаға көшіп жатыр. Соның мәселесінен ауылдағы адамдардың саны азайып жатыр. Жақсы. Айтау. Бала туу медицинасын жақсарту. Дұрыс айтады. Яғни тууды жақсарту. Бізде жақсы отырамыз. Келейік. Балым, Қазақстан халқының ұлттық құрамында ең көп үлесі қандай құрады? Иә? Біздің ұлттық құрамымыздағы ең көп ұлттар кімдер? Қазақтар. Отыр. Тез. Болды. Көші-қон дегеніміз не? Көші-қон дегеніміз ол бір жерден келесі жерге, келесі жаққа көшіп отыру ол Тұрақты немесе уақытша. Жақсы. Кел. Зерен. Елді мекендер негізі қандай екі түрге бөлінеді? Елді мекендер Қандай елді мекендер бар? Иә? Қала және ауылдық елді мекендер. Отыр. Кел. Ислам. Сұрақ қалай? Басым қаралған дін ислам діні. Жақсы. Келеміз. Кімге жатырсыз? Христиан дінін Қазақстанға келіп таралған тармағы. Yes. Православие. Православие дұрыс айтады. Христиан діні үш тармаққа бөлінеді, соның біреуі православие. Келеміз тағы да. еңбек ресурстары дегеніміз ол еңбек ресурстары ол
жұмысы. Адамдар, еңбек ресурстары дегеніміз адамдар, жақсы, кел. Кел жүре. Бұл. Келсеші. Көші-қон саясаты дейміз. Көші-қон саясаты. Ол бір жерден екінші жерге тұрақталып, нақты көшіп немесе саясаты ғой. Жақсы бар отырамыз. Бұл уақытта Мемлекеттің халықты қоныс аударумен қамтамасыз етуіміз. Көші-қонның басты экономикалық себебі Иә? Не үшін көшеді адамдар? ақша Иә, ақша табу үшін. Жұмыс үшін етсе жақсы. Отырамыз, жақсы. Бала бұл бізде жаңағы үй тапсырмасы болған жақсы. Балалар, осы аптаның дәйек сөзі есіңізде бар ма? Қандай дәйек сөз бар? Осы аптаның. Есіңізде бар ма? Патриотизм ата-анаңды құрметтей білуің деген Бауыржан Оңшылы атамыздың өте жақсы бір сөз бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Патриотизм ата-анамызды құрметтеу деген. себебі ата-анамыз біздің бойымызға қазақ екенімізді, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сіңіреді. Елімізге адал болу, ата-анамызға адал болу деп түсінемін. Жақсы. Егер біз отбасымызды сыйласақ, тәрбиенің барлығы отбасынан басталады. Біз жаңағы ата-анамызды сыйлап, жақсы оқысақ, ертең елімізге, мемлекетімізге жақсы қызмет көрсететін азаматтардың қатарынан болады екенбіз. Сондықтан осы аптада бізде өте жақсы осындай дәйек сөзіміз бар екен. Енді балалар, қазір бүгінгі сабағымызды анықтау үшін пазл бар. Сіздерге кейбіреулеріңізге телефонға жіберіп қойдым группаға. Ал енді тақтадан шығып құрайын дегендеріңіз құраңыздар да бүгінгі сабағымызды сонымен анықтай қайтыңыздар. Кім тақтадан құрағысы келеді пазлды? Сабағымыздың тақырыбы кәне. Ал мына жерге шықпайтындарыңыз орындарыңызда құрақ өздерін сабақтың тақырыбын анықтап жіберейік. Кел ғой бала ерке. Кім жылдамырақ екен? Орындарыңызда отырып құрай беріңіздер. Болғандарыңыз болса айтыңыздар. Орныңыздан болғандарыңыз бар ма? Бар ма?